Соңғы кезде өзіме не болып жүргенін түсіне алмай жүрмін. Кейде көңіл күйім болмай қалады, кейде себепсіз жылағым келеді. Кейде бәрі жақсы сияқты көрінеді, бірақ ішімде бір ауырлық жатқандай, шаршап жүргендеймін. Бірақ бұл жай ғана дененің шаршауы емес, бұл жүректің шаршауы. Қасиетті Рамазан айы болса да, жүрегім бір тыныштықта болмай жүр. Өз-өзімнен күресіп жүргендеймін. Болмашы нәрсеге ренжіп қаламын. Жақын адамдардың жай ғана бір ауыз сөзі де жүрекке тиіп кетеді. Бұрын мән бермейтін дүниелер қазір жанымда ортада. Соған өзім де таң қаламын. Сырт көзге бәрі жақсы көрінуі мүмкін. Күліп жүремін, сөйлесемін, әңгімелесемін, бірақ кейде күліп жүрген адамның ішінде қаншама ауырлық жатқанын ешкім байқамайды ғой. Ішкі жан дүниемдегі дауылды сырттай ешкім сезбейді. Күліп жүрсем, көңілімде үнсіз мұң бар, жанарымда айтылмаған сырлары бар. Жүрек кейде шаршап, үнсіз тынады, бірақ үміт әлі де бар, жарық нұры да бар. Бірақ үміт әлі де бар, жарық нұр да бар.